Сәлем, қалың қалай? Бұл видео ұйқы жайлы болмақ. Жалпы тек адам ғана емес, барлық жануарлар, құстар, балықтар, тіпті шіркейлердің өзі ұйықтайды. Ұйқы өте маңызды. Ұйқың дұрыс қанып, дұрыс демалатын болсаң, күнің берекелі өтеді, істерің бәрі бітеді деген секілді. Оны барлығымыз білеміз, бірақ осы ұйқыға көп мән бере бермейді екенбіз. Зерттеулер бойынша бір тәулік ұйықтамаған адамның қанындағы глюкозасы 6%-ға азаяды. Ал глюкоза бізде негізі мидың ең басты қуат көздерінің бірі болып табылады екен. Глюкоза аз болса, біздің дұрыс ойлануымызда қиын болады. Дұрыс ойлана алмайды екенбіз. Сосын оның орнын толтыру үшін біз тәттілерге, десерттерге жүгіреді екенбіз. Сол себепті ұйқы дұрыс болу керек екен. Жалпы ұйқысы дұрыс қанбаған, дұрыс ұйықтамаған адамның грелин деген гормон бөледі екен ағза, ол негізі аштық гормоны. Сондай бір аштық сезім беріп тұрады, сондықтан біз тамаққа қарай жүгіре беретініміз де сол екен. Негізі арықтайтын кезде де осы нәрсе туралы айтады, ұйқыны дұрыстаңыздар деп. Осы грелин гормонын аштық сезімін тудырмас үшін осы ұйқы дұрысталу керек екен сонда. Келесі нәрсе, бізде жалпы ұйқы өте маңызды. Не себепті? Себебі ол организмді толықтай емдей алады, өзін-өзі емдеп, өзін-өзі қалпына келтіре алады. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Жалпы түнгі 10 мен 2-нің арасында адам ұйықтап жату керек. Не себепті? Себебі бұл уақыт аралығында бізде мелатонин гормоны бөлінеді. Бұл мелатонин гормоны осы жаңағы бір жеріңді ауыртып алсаң, жарақат етіп алсаң, бір жерің ауырсынып тұрса, сол жерлерді ағза өзі тауып алады да емдейді екен. Сондай бір қасиеті бар екен бұл мелатонин гормонның. Бірақ өкінішке орай біз осы гормонды басқа нәрсеге жағып тастайды екенбіз. Бекерден бекер жағып тастаймыз. Яғни ағзаның емдеуіне емес, басқа нәрсеге. Мысалы, түнгі бір 10-ның кезінде, 10:30 кезінде бізді тәтті бір ұйқыға тартып тұратын кездер бар ғой, сол кезде ұйықтап қалу керек екен. Ал егер ол уақытты өткізіп алатын болсақ, онда біз жаңағыдай ұйқымыз шайдай ашылып кетеді. Бір қандай да шабытымыз ашылып кетеді кейбір адамдарда, мотивациясы оянып кетеді деген секілді. Ол осы мелатонин гормоны екен. Энергия қылып, оны жағып тастайды екенбіз. Бірақ оның негізгі функциясы, қызметі бастапқыдағы ол адамның ағзасын емдеуге еді. Бірақ біз оны басқа нәрсеге жұмсайды екенбіз. Сол нәрсе болмас үшін жалпы осы ұйқыны дұрыстау керек. Және осы дұрыстаудағы бір нәрсе, біз алдын ала бір әдет қалыптастыруымыз керек. Ең қарапайым ол тіс жуу. Жалпы күнделікті 10-14 күн ішінде тіс жуып, одан кейін ұйықтап қалсаңыз, біздің ағзамызға сигнал барады.